Олжас, сен үшін құрмет деген не? Мен үшін құрмет деген ол алғыс айту. Үлкендерге жақсы нәрсе істеу, адамға жаны ашып, керек заттарын алып беріп. Үлкен кісілер олар сөйлесіп жатқанда кешіріңіз деп бастап Жолын кесіп өтпеу, бір адамды сыйлау, бір адамға жақсылық істеу, ризашылық білдіру сол сияқты. Сен үшін жақсы деген не және жақсы адам қандай болады? Жақсы деген жақсы заттар, жақсы іс-әрекеттер, жаман сөздер айтпайтын, жақсы сөздерді айтатын, барлық адамдарға көмектеседі, ешқашан бас тартпайды көмектесуге. Ешқандай бұзықтық істемейтін адам. Сөйлесу, құрметтеу. Жақсы адам сыпайы болу керек, сабырлы болу керек, дана болу керек, ақылды болу керек мен үшін. Дос деген кім? Дос қандай болу керек? Дос деген әрдайым менің жанымда жүретін адам. Сені сатып кетпеу керек және саған қиын болғанда ол тез келу керек. Ең жақын адам деп санауға болады. Ол ешқашан жоғалып кетпейтін және жақын адамдар бір-бірімен достасатын кез. Дос деген адал болу керек. Мен өздесімде адал болған үшін жақсы көрем. Мені сыйлай білетін, құрметтей білетін, маған жақсылық істейтін, көмектесетін адам. Отбасында ең қатты қуанған күніңді сипаттап бере аласың ба? Менің ең қуанған уақытым ол отбасымен бірге Египетке бару. Телефон алып берген кезде шығар. Біз вокалға барамыз және біз концертке қатысқанбыз сол жерде. Сол кезде біз әлемге хит My Heart Will Go On айтқанбыз, сосын біз бас жүлде алдық. Маған күшті сыйлықтар берді. Караокесін беріп тұрады екен. Сен мен үшін ашсам телефон қатты қуандым. Сен біреуге жақсылық жасадың ба? Әжеме заттарды тасуға көмектестім. Автобуста ата-әжелерге орын бердім. Менің жақсылығым ол әрдайым үлкендерге есік ашу. Әже өте ауыр заттарды көтеріп бара жатты өзімен. Сосын мен сол апайға көмектестім. Менің досым болған сол кезде ол математикадан бір есепті дұрыс түсінбей жатқан. Сол кезде мен оған түсіндіріп бердім. Анама үй жинауға, бала қарауға, сіңіліме үй жұмысын орындауға. Мысалы біз аулада ойнап жүргенбіз, сол кезде бірсіз сияқты адам отырды да сөйлесіп, сосын оның қасында кішкентай қызы болды, сосын ол қатты құлап қалып горкадан, сосын мен көтеріп көмектестім. Сол кезде мен үшін өзімнің өміріме бір ерлік болды деп сезіндім. Өзімді Диснейлендтегі Микки деген мультфильмдағы Микки кейіпкері сияқты сезіндім. Жақсы сезімде болдым, өйткені анама көмектесіп жатырмын деген бір күшті сезім болады. Баламен